Сол Әбдіғаппар қайтыс болған күні мен де қатты ауырдым. Мен 26-сына түстім июльдің. Бірінші аштықпен емдейтін жерге бардым, басқа еш жерді білмеймін. Әбдіғаппар Ибрагим Ташев деген профессор, және мен досым бар еді. Соған сіздің досыңыз мазасы болмай жатыр, соған жай тауып емдеңіз дегеннен кейін ол кісі мақұл, менде орын бар дейді. Соған бардым ғой. Сол жерде рентгенге түстім. Енді 3-ші күні қатты мазам кетті. 4-ші күні сол 1-ші шілдеде түс көріппін. Намазды таяммен, ишарамен оқып жатырмын. Алла, мен өмірімде бұлай намаз оқыған жоқ едім. Жанымды асаң, тақыратымды кәміл алып, намазымды кәміл оқып жанында саш. Әскердегі бір оқиға сол күні түсіме кіріпті. Қатты мазасызданып, енді бұл өмірден үміт үзіп, истиғфар айтып, Раббим, біліп білмей қан күнәларымды кешір. Раббим, біліп білмей қан күнәларымды кешір. Саған тәуба қылдым деп Аллаға истиғфар қылып жатырмын. Көзім ілініп кетіпті. Көзім ілініп кетсе, баяғы әскердегі уақытым Ауғанстанда. Бұл оқиға есімнен шығып кеткен. Ол әлі бір адамға айтылмаған. Құраным бар еді. Сол Құранымды оқып жүретін Құраным бар еді. Қойған жерімнен комбриг дейді, командир бригада, полковник Пески деген еді. Сол Құранды кетіп қапты. Естімде жүгірдім мен. Құранды аяқ асты қалды ғой деп. Барсам, шофері армян еді. Вазиктің баллоны тесіліп, сода екен. Құран қан десем, ерегісіп еді, қолым деп кетті. Қолым дегеннен кейін енді жасы уақыт аяйсың ба? Құран таппасаң, сен де өлесің, бастығың да өледі деді. Сонымен Құранды тауып берді. Балдарға енді барсам, полковник Пески келді. Эстония еді, бойы бір 2-10 келеді. Ірі, жаңағы золларың қайшы деді. Менмін деді. Қане жүр деді. Қолында пистолет құралы бар. Алдын алып, вазиктің алдына мінгізді мені, өз артында. Қымдасың атам деді. Ана армян шофері қалтырап отыр. Енді бұл жерде айтуға тура келмейді ғой, ол әскердегі бұл сөздер бұзық қой енді. Келгеніме 6 ай болды деді. Мен қызметте болған балалар болса бәрі біледі оны. Жасырын нәрсе емес, бәрі біледі. Сондай бір жауыздығын оның. Келгеніме 6 ай болды, 11 адамды қаматтым деді. 12-сін сен боласың деді. Аллах знает деді. Аллах, я сам Бог, я сам Аллах деді. Класс бар еді, комендатура, префектура, спецназар тұратын үлкен класс бар еді. Соған айтады. Мен енді балдарды ұрады, соғады, әскерлерді жауыз енді бір бұзық ниетпен апарып білдім. Енді бұның вазик көрінгеннен бастап бәрі караул, комендатура, префектура, спецназар бәрі шығып тұр. Түстеді. Түсіп едім, ана комбригтен бәрі қорқады, бүкіл командирлердің бәрі саттанып тұрған еді. Мен әжілдестерімді сіздерге волна, товарищ офицер дедім. Сонда анау полковник Пески қалып қолындағы тұрған пистолетімен кеп, қазақ, ұят деп ұрмақшы болып кеп бақсыма кеп. Не қағанда ішіне кіріп бардым да, кеңірдегіне қол сатып бердім да. Ты не советский офицер, ты фашист. Если ты советский офицер, закон есть. Пусть военный стреляет, а ты сама что сделаешь, тебе я как собака убью деп қолымды. Кейін салтыр қайтында, товарищ солдаты, мы интерналист, воин или мы бараны? Я сам воин деп салттардың бәрі. Мы воин деп бақырып жатыр. Жаңағы казақшан, я тебе уважаем деп бүкіл әскерінің алдында, спецназардың алдында жаңағы тынды. Тур соны көріппін ғой. Құдайдың құдіреті сол жаңағы Әбдіғаппар қайтыс болған күні, өзім кетемде тұрған күнде соны көріппін ғой. Ештеңке өмірімде ол кәдім кешегідей, мы воин, біз жауынгерміз, біз мал емеспіз, біз қой емеспіз деп әскерлерінше бақыт тұрған 38 жылдан кейін құлағымда тұр ғой. Кәдімгідей. Көзімді ашсам түсім екен. Я Алла, бұны неге көрдім мен? Бұны мен не көрдім? Әбдіғаппар, сен сондай уақытта Алла сені қуаттады ғой. Алла, бір арманым Әбдіғаппарды аман қылшы деп тұрсам, содан кейін бәрі менен кеп жаңағы тірі деп, сол WhatsApp-қа мен өлді деген, сол түсірге бітқанында тұрзаман ғой мен жаңағы. Тұрзаған не қылған, өліп жатқан ғой. Адамдар Әбдіғаппар өліп жатқанда қараса, мен де өлді деген ғой. Содан кейін ана көңіліме жаңағы әскердегі 21 жасындағы оқиға қайта келіп көңілім қуаттанып, бір ауру деген нәрсе енді келмей қалды.
қайтып көз жият, тоба, неге көрінді екен бала? Неге 38 жылғы бұрын нәрсе неге көрінді? Я Алла, бұл неге көрсеттің бұны? Содан бір рухани бір Құдайдың көрімі, Алла Тағалаға тағы бір құдіретіне Әбдіғаппарды қайтыс болған естім. Аллах, инна лиллахи ва инна илайхи ражиун.